Сонымен екінші бөлімі, ол үйде не болды? Олардың інісі 3 жаста ғана, сағат 7-тен кейін ол жаңағы біреумен ойнап жүргендей көрінеді. Бір бөлмеге кіріп ойнап жүреді, басқа бір бала бар сияқты қасында. Және түнде кейде тұрып өзі ойнайды екен. 3 жаста кішкентай болғандан ол дұрыс түсіндіртіп айта алмайды, бірақ оның осылай ойнап жүргенін көреді екен. Екіншіден, олардың үйіндегі бір бөлмедегі кроваттың ұстайтын жері кейде түнде дірілдейді екен, дірілдеп қозғалады екен. Өздері соны байқаған. Одан кейін осы Винни өзі ұйықтаған кезде, ол үйде, сол үйде тұрған кезде, кейбір кездері келіп қонып, сестрасының үйі ғой, ол өзін қызық сезінеді екен. Өйткені ол үйде ол тамақты көп ішкісі келеді, аппетиті жоғары, бірақ жаңағы вес тез түсіреді. Тағы да мен келесі бөлімде жалғасын айтамын.